Жазылып тұр ғой, қарашешен. Ассалаумалейкум, құрметті көрермен. Бүгін Атырау қаласындағы авторынықтамыз. Машиналарға обзор жасап, ішіндегі бағаларды білетін боламыз. Қандай бағалар, қандай машиналар бар екен. Бүгін сәл тамақ ауырып тұр. Краткий выпуск болады. Сосын қандай машина сұрады кеше, сол бойынша жұмыс жасап, соларды көрсететін боламыз. Так, Альфард тем екен. Бүгін базарда машина онша көп емес. Каналға тіркеліп, лайк басып, келесі қандай машина керек комментарий жазып кетіңіз. Бізде алғашқы көлік 14-ті, ақ түсте. Бұның бағасы 1.200.000 теңге. 2013 жылғы көлік бұл. Так, кузов бойынша косяктар бар, көріп тұрғандағыздай. Мына есіктің астында, артқы крылода. Ал универсал приора сұрағандарға міне алдарыңызда ақ түсте 3 миллион теңге құны, 200.000 пробег жүрген. Кузовтың состояниесі жақсы, жаман емес. Коробка автомат машина болатын болса, доплатамен ауыстырамын дейді. Алдарыңызда RAV4 және Highlander автокөліктері. RAV4-ге келетін болсақ, бұл көлік 2007 жылғы 2.4. Так, бұның бағасы 7 миллион жарым. Кузовы келетін болсақ, жақсы күйде сақталған. Сол жағымызда Highlander 18 миллион сұрап тұр. 2004 жылғы. Алдарыңызда 2013 жылғы Priora 2.300.000 теңге сұрап тұр. Полный шумка дейді. Так. Қанша сұрап тұрсың, брадан? 6 миллион? Қай жылғы? Енді чети, жазылып тұр ғой, қарашешен істеп. Подойдите к нашим менеджерам, они вас обязательно проконсультируют. Так, 2007 жылғы Альфард. 2.4. Соңғы сұралған автокөлік бізде ол Toyota Avensis 2006 жылғы. Хозяин айтуы бойынша полный родной краска деп. Көліктің құны 5 миллион теңге. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарийға келесі қандай автокөліктер керек, соның марка модельдерін жазып кетсеңіздер, келесі видео шығатын болады.